Армысыздар, назарларыңызда эксклюзив бағдарламасы. Елімізде жыл санап басшылық қызметте жүрген әйелдер саны артып келеді. Бүгін біз солардың бірімен тілдеспекпіз, сұхбат алып, жалпы атқарылып жатқан жұмыстар жайлы және өзінің өмірі жайлы білетін боламыз. Ендеше таныс болыңыздар. Айнұр Кәрібозова, халықаралық бағдарламалар орталығының басшысы. 1978 жылы мұғалімдер отбасында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде халықаралық қатынастар және дипломатия мамандығы бойынша білім алып, Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық академиясында жалғастырды. Болашақ бағдарламасымен алдыңғы қатарлы Лондон экономика мектебінде мемлекеттік басқару және менеджмент мамандығы бойынша магистр ғылыми дәрежесін алған. Еңбек жолын Сыртқы істер министрлігінде атташе болып бастап, Оңтүстік Кореядағы Қазақстан елшілігінде баспасөз хатшысы қызметін атқарған. Халықаралық бағдарламалар орталығында департамент директоры, Ұлыбританиядағы Қазақстан елшілігінде инвестиция, сауда және технология бойынша хатшы, Қазақ Инвест және ұлттық аударма бюросы өкілдіктерінің басшысы болған. Айнұр Бағдатқызы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сізді көргеніме қуаныштымын. Байқап қарасам, жалпы қызметіңіз жақсы жерден басталған екен. Осы дәрежеге қалай жеттіңіз? Қиын болды ма жолыңыз? Менің ойымша, жалпы Қазақстанда өзін-өзі кәсіби тұрғыдан дамыту, өсу мәселесінде тең мүмкіндіктер елі. Ешқандай да бір шектеулер, дискриминация бар деп мен ондайға сенбеймін. Өзінің алдына нақты мақсат қойып, сол мақсатқа жетудің жолын, тетіктерін білетін азаматтар үшін, менің ойымша, біліктілігіне, біліміне сенген азаматтарға, ол ер азамат болсын, әйел азамат болсын, біздің елімізде тәуелсіздік алғалы бері жастарға бар мүмкіндіктер жасалған. Оған нақты дәлел болашақ бағдарламасы. Болашақ бағдарламасымен оқып келгендер тіпті де қанаттанып, оларға еңбек нарығында сұраныс екі есе, көп есе жоғары. Мен де кезінде енді қарапайым ауылдан шыққан ұстаздар отбасында дүниеге келген қазақтың азаматшасымын. Таратып айтсақ, Қызылорда облысының Қазалы ауданы Құмжиек ауылында мен дүниеге келдім. Сол кезде сіз студент кезіңізде алдағы уақытта болашақта мен жоғары лауазымды қызметте жұмыс істеймін деген мақсат қойдыңыз ба? Ол кезде мен енді халықаралық қатынастар факультетіне түсуімнің басты мақсаты да мен өзімді дипломатия саласында көрдім. Негізі оның түбінде мен өзімнің атам туралы қысқаша айтып кетейін. Менің енді тегім Кәрібоз атамнан тарайды. Кәрібоз ол менің әкемнің әкесі, менің фамилиям Кәрібозова. Қазақтың қанатты сөзі бар, Кәрібоз қартайғанда жорға шығады деген. Енді ат біздің жалпы қазақтардың салтында, өмірінде орны ерекше жануар ғой. Мінсең астыңа жаңағы ат болады деген сияқты. Сонда аттың қожайынына деген адалдығы соншалық қартайып әлсіз болса да, жорға шығып, мен де әлі саған қызмет ете аламын деген, Кәрібоз қартайғанда жорға шығады деген қанатты сөзден менің тегім тарайды. Сол менің Кәрібоз деген атам, ол былай енді дәстүрлі түрде оқымағаны болмаса, жалпы халықта Кәрібоз шешен атанған үлкен би болған кісі. Мен оны кішкентайымнан көріп өстім. Сондықтан мен де жоғары оқу орнын таңдаған кезде ешқандай бір қиналмай, мен сол шешімді, мен дипломат болатынымды кішкентайымнан армандадым. Сондықтан 95-ші жылы да сол Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің халықаралық қатынастар факультетінің алғаш қазақ бөліміне мен түстім. Сондай-ақ Ұлыбританияға барып, Лондон мектебінде дәл осы мамандық бойынша білім алып келдіңіз. Одан кейін, Казгуды бітіргеннен кейін, маман болып, бас қаламызды игеруге келгеннен кейін, жастар сол болашақ бағдарламасының шеңберінде өздерінің
әлемнің қатардағы емес, әлемнің ең алдыңғы қатардағы ең озық жоғары оқу орындарында оқу армандарының орындалуына болашақ бағдарламасы септігін тигізді. Менің де шетелге шығуға арманым сол болашақ бағдарламасының арқасында жүзеге асырылды. Мен де болашақ стипендиясының иегері ретінде мемлекеттік қызметте істеп жүріп, мемлекеттік басқару және менеджмент мамандығы бойынша магистратураны әлемнің алдыңғы қатардағы бизнес мектептерінің бірі Лондон экономика мектебінде бітіріп шығып, еліме оралып, бүгінде енді алған білімімді жаратып жатырмын деп. Елге оралу дегеннен шығады, көп жағдайда мысалы болашақпен оқуға, білім алуға кеткендер қайтқылары келмейтіндерін айтады. Мен өзім тілдескен бірнеше адам сондай пікірін білдірді. Мысалы, сіз сол жақта жүрген кезде қалай, бірден елге оралдыңыз ба, әлде сол жақта қалып қою ойы болды ма? Жоқ, мен ол кезде енді мемлекеттік қызметкер ретінде сыртқы істер министрлігінің жүйесінде істеп жүріп болашақ стипендиясының иегері атандым. Және мамандығым бойынша жұмысымды сыртқы істер министрлігінің шетелдік өкілдігінде жалғастырдым. Заңнамаға сәйкес Қазақстанның шетелдегі дипломатиялық өкілдігі Қазақстанның юрисдикциясы болып саналады. Одан кейін ол жақтағы сыртқы істер министрлігінің шетелдік өкілдігінде қызметімді бітіргеннен кейін мен елге оралдым. Жаңа сіз айтып жатқан елге оралғысы келмейтіндер бар дедіңіз. Енді ондай жоқ деп біз жоқ десем, мысалға шындыққа сәйкес емес шығар. Енді шетел көргендіктер мүмкін, шетел көрген азаматтар мүмкін әртүрлі жағдайға байланысты қалу жағын ойлайтын шығар. Бірақ болашақ халықаралық стипендиясының концепциясының ерекшелігі ол нормативтік құқықтық тұрғыдан елге оралу міндеттемесі бар. Яғни сіз оқуға аттанарда стипендия иегері атанып болғаннан кейін сіз екі негізгі келісім шартқа қол қоясыз. Ол біріншісі оқуды ұйымдастыру келісім шарты, онда тараптардың міндеттемелері жазылады, және сіздің сол мамандығыңызды талаптарға сәйкес алып, мамандығыңыз бойынша тиісті уақыт шеңберінде елге оралып, оқу еңбек өтіліміне бөлінген мерзімде мамандығыңыз бойынша елде жұмыс істеуіңізді міндеттейтін және оған кепілдік болатын, мысалға жылжымайтын мүлікті кепілдікке қою келісім шарты бекітіледі. Ол келісім шартты стипендия иегерінің өзі бағдарлама әкімдеушісімен бірге қол қояды. Яғни оқуға аттанарда сол жауапкершілікті стипендия иегері атанған әрбір еліміздің азаматы толық жауапкершілік алып, сезініп, жауапкершілікпен оқу еліне аттанады. Көп жағдайда, мысалға, кепілдік нысаны жылжымайтын мүліктің иелері сол стипендия иегерлері азаматтардың ата-анасы. Сондықтан бұл жерде нормативтік тұрғыдан елге оралуға кепілдік беретін, міндеттейтін тетіктер бар. Сондықтан жаңа сіз айтқан үдеріс болашақ бағдарламасының шеңберінде орын алып жатқан жаппай үдеріс емес. Нақты санмен дәлелдейтін болсақ, осы жылғы 5 қарашада стипендияның іске асырылуына 28 жыл толады. 28 жылда еліміздің 14 мыңнан астам азаматы стипендия иегері атанған. Оның 11 мыңнан астам азаматы түлектер, мені қосқанда. Сол 11 мыңның 179 ғана, яғни 1,13% әртүрлі себептермен, отбасылық себептер, жұмысына байланысты, оқуын жалғастыруына байланысты себептермен өз еркімен стипендиядан бас тартқандар, және ол шешімі шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының шешімімен олар стипендиядан айырылып, олардың кезінде оқуына жұмсалған қаражатты мемлекеттік бюджетке толық қайтару міндеттемесімен стипендиядан айырылғандар. Сондықтан жырақта қалып қойған кезіндегі стипендия иегерлері, олардың 179-дің 100-ден астамы толық қарыздарын бюджетке қайтарғандар, 60-тан астамымен қазір сол қарызды өтеу
міндеттемелеріне сәйкес қарызды өтеп жатқан азаматтар. Сол келтірілген статистикалық көрсеткіштерге сәйкес жаңағыдай қалып қою үдерісі болашақ бағдарламасының шеңберінде жаппай үдеріс емес, және ондай үдерістің алдын алуға тиісті құқықтық негіз қаланған тетіктер бар. Ал келтірілген қазынаға келтірілген залал өтелді деп айтып жатсыз. Оның сомасы, мөлшері белгілі ме? Иә, мысалға бізде жаңа 179 жырақта қалған азаматтар ғой, олардың бәрі стипендиядан айырылған, олардың оқуына жұмсалған қаражатты қайтаруға міндеттелген. Олардың нақты айтатын болсақ 118-і толық берешегін қайтарған. Ол теңгеге шаққанда шамамен 5,5, қазір мен нақты есіме түспеу мүмкін, бірақ ұмытпасам 5,7 миллиард теңге қайтарылған. Ал сол 179-дің 60-тан астамы қарыздарын қайтару сатысында. Олармен біздің заң бөлімі тиісті қарызды мемлекеттік бюджетке қайтару міндеттемелері шеңберінде қарызды қайтару кестесіне сәйкес жұмыс жасауда. Дәл осында келісім шартты бұзған азаматтар алдағы уақытта тағы да болашақ бағдарламасымен оқуға түсе ала ма? Болашақ бағдарламасына үміткерлерді іріктеудің өткен жылғы 6 мамырда үкімет қаулысымен бекітілген жаңа ережесіне сәйкес, егер қандайда бір бұған дейін болашақтың иегері болып, оның әкімшісінің алдында берешегі жоқ азаматтар, олар стипендияға талаптарға сәйкес құжаттарын тапсырып, конкурстық іріктеуге қатыса алады. Ал бағдарлама әкімдеушісі, яғни халықаралық бағдарламалар орталығының алдында берешегі болып, қандайда бір сот шеңберінде мәселелер болса, олар талаптарға сәйкес келіп тұрса да конкурстық іріктеуге жолдама ала алмайды. Болашақ бағдарламасына өзіңіз айтып өттіңіз, 28 жыл болады деп. Ең алғаш басталған кезде көп кемшіліктер жіберіліп, сын астында қалғанын білеміз. Әсіресе ол болашақ бағдарламасына грантты жеңіп алып кетіп, одан кейін оны аяқтай алмай жұмыссыз жүргендер көп болды бастапқы кезеңде. Қазір қалай? Мысалы, нақты бір мысалды келтіретін болсам, айналамда жүрген адамдардың бір-екеуі сол болашақ бағдарламасы бойынша құжат өткізді. Ағылшын тілі өте нашар болғанмен де грантты жеңіп алып шетелге оқуға кетті. Бірақ өкінішке орай аяқтай алмады. Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, болашақтың дамуының әртүрлі кезеңдерінде әртүрлі енді жалпы даму, әрбір жобаның өзінің әрбір белестерінде әртүрлі тәуекелдер болады. Қандайда бір алға қойған мақсаттарға жету жолында жалпы енді қиындық жолдары болады. Бірінші 5-6-10 жылдық кезеңде өзіңіз білесіз, жалпы болашақтың тағайындалуының өзі 93 жылғы 5 қараша. Бұл біздің еліміздің тәуелсіздік алған алғашқы жылдары. Тәуекелдер мол жылдар. Сол кезде бағдарламаның жалпы басымдылықтары да сол еліміздің дамуына ең қажетті деген ең тапшы мамандықтар бағытында жүзеге асырылды. Бірақ ол кездегі мысалға әлеуметтік экономикалық жағдайға байланысты, қаржы мүмкіндіктеріне байланысты оқу елдерінің саны, жыл сайын жіберілетін, іріктеліп жолданатын стипендиаттар саны шектеулі болды. Ал 2005 жылы мысалға болашақ халықаралық стипендиясының дамуындағы бір жаңа сапалық кезең десек, артық айтпаймыз. Неге десеңіз, 2000 жылдардың басында енді еліміздің экономикалық әлеуметтік жағдайы жақсарып, шетелдік инвестициялар легі
жоғары деңгейде болды. Халықаралық ынтымақтастық тұрғысынан еліміз өзін тәуелсіз мемлекет ретінде таныта бастады. 2005 жылдан бастап жалпы стипендия егерлерінің сандары да біраз өсті. Олар жолданатын оқу елдерінің саны да бұрынғы 10-ға жетпес саннан 30-дан аса елге дейін саны. Биыл тағы қосылды менің білуімше. Өсті. Биыл болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу елдерінің саны 27 елдің 207 жоғары оқу орны болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған. Сондықтан енді жаңа мен сізге мысал ретінде келтіріп айтқандай, жалпы жобаның бастапқы кезеңіндегі тәуекелдері бар. Одан кейін оның ары қарай даму жолында талаптарға сәйкес нормативтік құқықтық сүйемелдеу тиісті талаптарға сәйкес қатаңдатылып отырды. Өткен жылы да мысалға болашақтың құқықтық негізі біраз іске асырылуы барлық бағыттар бойынша дерлік күшейтілді талаптар. Енді үміткерлер міндетті түрде кепілге баспаналарын қояды. Талаптардың бірі осы. Бірақ көп жағдайда мысалы докторантураға түсетін адамдар дәл сол міндетті орындай алмай жататын көрінеді. Алдағы уақытта сол деңгейде төмендету, қаржы жағын қайта қарастыру ойы бар ма? Мысалға ауылдық мекендерден қатысатын магистратураға оқуға аттанатын азаматтар стипендия егер болып, олар жылжымайтын мүліктің орнына екі жеке тұлға болып табылатын кепілдігерлерді ұсынады. Тағылымдама шеңберінде, тағылымдаманың мысалға 21 жылға 5 санаты бекітілген. Тағылымдама шеңберінде стипендия егері болып оқуға аттанатын азаматтар да кепілдік нысаны ретінде жылжымайтын мүлікті емес, екі жеке тұлғаны ұсынады. Ол жеке тұлғалар ерікті түрде келісімдерін береді. Олар талаптарға сәйкес жасы бойынша талабы бар, төлем қабілеті бойынша ұсынатын құжаттары соған сәйкес, талаптарға сәйкес екі жеке тұлғаны ұсыну керек. Бүгінгі күні осы болашақ бағдарламасымен оқып келген түлектердің жалпы мамандардың арнайы білімін тексеру бойынша қандай да бір зерттеу жұмыстарын жүргіздіңіздер ме? Ондай жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп тұрады. Соңғы зерттеуді нақты атап өтетін болсақ, өткен жылғы қарашада болашақ бағдарламасы түлектерінің еліміздің дамуына өз үлесінің тиімділігі, жалпы олардың оқуына жұмсалған қаражаттың қайтарымы бойынша біз болашақ Impact Report 1 шартты атымен пилоттық жобаны, зерттеу жобасын жүзеге асырдық. Ол жерде жалпы түлектер бағыт-бағытымен олардың мамандықтары бойынша жасап жатқан жұмыстары, олардың жұмыс берушілері де сол зерттеуге тартылды. Соның ішінде жалпы жұмыс берушілердің қанағаттан өзінің ұйымында жұмыскер ретінде істеп жатқан болашақ түлегінің жұмысымен, оның жұмысы нәтижесімен, жүзеге асырып жатқан жобалары деген сияқты тәжірибесімен, біліммен бөлісу тұрғысынан болашақ бағдарламасының түлектері жұмыс істейтін ұйымдардың басшыларының барлығы дерлік қанағаттану деңгейі өте жоғары. Біз әр саланы осылай саралап алып, нәтижесінде жалпы болашақ бағдарламасының 28 жылдық іске асырылу кезеңінде сандық болсын, сапалық болсын, көрсеткіштерінің нәтижесінде оның тиімділігі уақытпен дәлелденген деп біз 200% сенімділікпен толық айта аламыз. Жалпы болашақ бағдарламасы тәуелсіз Қазақстанның, соның ішінде тұңғыш президент елбасының
білім беру саласындағы ең сәтті, ең мықты стартапы десек, біз ешқандай артық айтпаймыз. Болашақ Қазақстанның бренді деп айтып жатқандар да бар. Енді зерттеу қорытындысының нәтижесінде нақты қандай шешім шығардыңыздар? Бұл жерде басты назар аударатын мәселе түлектермен жұмысты не дегенмен де күшейте түсу. Және мысалға бізде ресми статистика бар, және іс жүзінде орын алып жатқан үдерістер бар. Статистика керемет, жаңа мысалға іс жүзіндегі үдерістерді 100% сенімділікпен көрсетеді деп айтуда, өзіңіз білесіз, статистика кейбір кезде ресми деректерді алға тарту мүмкін. Бірақ іс жүзіндегі мәселелер қандай да бір проблемалар болуы мүмкін. Біздің мақсатымыз статистиканың іс жүзіндегі жағымсыз болсын, жағымды болсын, үдерістерді бізге толықтай көрсете білуі. Қазіргі таңда мысалға біз сол сандық көрсеткіштерге сүйенетін болсақ, 11 мың түлектің 7700-і болашақ бағдарламасының әкімдеушісі халықаралық бағдарламалар орталығының алдында еңбек өтілімі бойынша келісім шарттық міндеттемелерін орындап болғандар. 5 жыл болсын, 3 жыл болсын аймақта еңбек өтілімін бітіргендер. Ал 3000-нан астамы олар сол 5 жылдық не 3 жылдық еңбек өтілімі бойынша келісім шарттық міндеттемелерін бізбен әлі де жалғастырушылар. Яғни біздің нысанды тобымыз сол 3300 бағдарлама түлегі. Сол 3300-дің қаншасы мысалға еңбекпен өтелмеген деген сұраққа жауап болатын болсақ, жұмыспен қамтамасыз етілмеген деген сұраққа жауап беретін болсақ, бізде статистикаға сәйкес 1% ғана жұмыспен қамтамасыз етілмеген. Ол бір 29-30 адам ғана мысалға. Бірақ іс жүзінде мысалға біз, жаңа сіз де айтып отырсыз, менің жанымда жүрген ортада жұмысы жоқ болашақтықтар бар деп отырсыз. Оны мен жоққа шығармаймын. Біздің басты мақсатымыз сол жұмысқа мұқтаж, мамандығына сәйкес мысалға жұмыс таба алмай жүрген барлық болашақ түлектерін біздің дерек қорымызда ұстау. Оларға мүмкіндігінше мамандығына сәйкес жұмыспен қамтамасыз етілу бойынша барынша қолдау көрсету. Ол біздің жұмысымыз, міндетіміз. Сол үшін де халықаралық бағдарламалар орталығының құрамында түлектермен жұмыс басқармасы бар. Бізде қазір мысалға дерек қорымызда 29 жұмыспен қамтамасыз етілмегендер бар. Бірақ менің ойымша еңбек нарығында жұмысы жоқ болашақтықтардың саны одан біраз көбірек болуы мүмкін. Біздің мақсатымыз оларды толығымен дерек қорға енгізу, оларға мүмкіндігінше бар қолдауымыз. Біз тек жаңағы міндеттемелерінің орындалуын қадағалаушы ретінде ғана бізді біліп тануына емес, бізді шын мәнінде оларға көмектесетін, қолдау көрсететін, сүйемелдейтін ұйым ретінде бізбен достық қатынаста, өзара сенімділік қатынасын орнататын ұйым ретінде бізді тануы, білуіне біздің қол жеткізуіміз. Одан кейін қазір мен қызмет көрсетуші ұйым ретінде және сол ұйымға басшы ретінде келген азамат ретінде менің басты мақсатым түлектермен мейлінше қарым-қатынастарды сапалық деңгейге шығару. Сол тұрғыдан келгенде біз қазір әртүрлі платформаларда түлектермен өзара қарым-қатынасты белсендетуге тырысып жатырмыз. Мысалға 20 жылғы қаңтардан бастап біз болашақ түлектерін қоғамдағы әртүрлі өзекті мәселелерді талқылап қана қоймай, оларды шешуде өздерінің шешу жолдарын ұсынуға мүмкіндік беретін болашақ токс пікірталас алаңы платформасын, жобасын біз жүзеге асыра бастадық. Соның ішінде соңғы сәтті жүзеге асырылып жатқан жобаларымыздың бірі бұл еліміздің мектеп бітірушілеріне тәлімгерлік кеңес беру жобасы. Біздің негізгі мақсатымыз сондай шешім
келешек мамандығы бойынша таңдау жасай алмай жүрген әлеуетті мектеп түлектеріне, болашақ түлектерін оларға сөйлетіп, өздерінің мысалдарымен, өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, мына шешім қабылдау тетіктері туралы ақпарат алып, олардың келешек мамандығын таңдауда өзіміздің тарапымыздан бір қолдау көрсету. Еңбек нарығын толықтай қажетті мамандармен қамтамасыз еткеннен кейін болашақ бағдарламасы жабылуы, тоқтатылуы мүмкін бе? Қайтадан сараптама жасайтын болсақ, ең 28 жылдың ішінде бітірушілер негізінен магистратура бағдарламасын бітірген, екінші орында бакалавриат бағдарламасы, одан кейін тағылымдама, одан кейін докторантура. Яғни докторантура, яғни ғалым дәрежесімен келетін докторлар саны болашақ бағдарламасының шеңберінде өкінішке орай аз. Сондықтан бағдарламаның даму келешегі бойынша жалпы осы докторантураны күшейту мәселесі күн тәртібінде тұр. Бұл дегенімізде болашақтың келешек дамуы бағыты бойынша докторантура бағдарламасына назарды көңіл бөлу, одан кейін ғалымдардың тағылымдамасын күшейту тұрғысынан осы бағытта жалпы бағдарлама осы орта мерзімді даму келешегі шеңберінде осы бағытқа негізгі басымдылықты беретін болады деп ойлаймын. Басымдылық беретін мамандықтар бар, және кейбір салалар тоқтатылуы мүмкін. Кейбір салалар бойынша мамандар даярлау. Әрине, басымды мамандықтар тізімі жыл сайын бекітіледі ғой. Сондықтан ол жерде еліміздің нарығына керек емес, қажет емес, немесе еліміздің жоғары оқу орындарымен дайындалуы еліміздің нарығын толығымен қамтамасыз етіп отырса, және ол бағыттарда шетелде білім алған мамандықтар қажет болмаса, әрине олар болашақ бағдарламасының басымды мамандықтар тізіміне енгізілмейді. Түсінікті. Енді бізге берген уақыт аяқталды. Сіздің уақытыңызды көп алмайық, сондықтан қазір шағын, қысқа, нұсқа, жоқ жауаптарын алсақ. Қазіргі кезде болашақ халықаралық бағдарламасы орталығының басшысысыз. Бұл қызметке нақты өз күшіммен жеттім деп айта аласыз ба, жоқ? Болашақ бағдарламасы бойынша білім алып жатқан түлектер, білім алып жатқан мамандар барлығы 100% өз күшімен түскендер ме? Болашақ бағдарламасының жалпы болашағы жарқын дегенге сенесіз бе? Сенемін, Болашақ бағдарламасы алдағы уақытта мамандарды даярлап, саннан емес сапаға көшетінін білеміз. Сол кезде Қазақстанның болашағында жарқын бола түседі дегенге сенесіз бе? Әрине сенемін. Сенбесем, мен бұл жерде отырмас едім. Және болашақ бағдарламасының жалпы болашақ орталығын басқарған кезде бір қатар шулар болғанын білеміз. Сіз қандай басшысыз және үйде қандай анасыз? Мен өзім ерекше миссиямен келген басшымын. Соның ішінде болашақтың сапалық трансформациясын мүмкіндігінше қысқа мерзімде және сапалы деңгейде жүзеге асыру бойынша өзімнің алдыма қойған мақсаттарым бар. Және оны тиісті нормативтік құқықтық негізде біз білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлының басшылығымен 19 жылдан бастап жүзеге асырып келе жатырмыз. Әлі де ол жалғаса түсетін жұмыс. Ана ретінде мен 16, 14 және 13 жастағы 3 қыздың анасымын. Және болашақ бағдарламасының түлегі. Қазір сол болашақ бағдарламасын әкімдейтін ұйымның басшысы ретінде мен оларға өз мақсатыңа қалай жетуге болады, қалай мақсат қоюға болады, ол мақсатқа қалай білімің және білігіңмен қалай жетуге болады. Және сол жолда адам ретінде өзіңнің тәрбиең, жалпы мына мәдениеттілік, әдептілік тұрғысынан сол мақсатқа қалай жетуге болады, мен өзімнің мысалыммен қыздарыма бір бетке ұстар мысалмын, және олар да мені role model деп атайды. Менің ойымша
мен тәрбиелеп жатқан балаларымнан маған берілген ең жоғары баға деп ойлаймын. Дәл осы үлгі өнеге тек қана қыздарыңызға емес, бүкіл еліміздегі мына бой жетіп келе жатқан қыздарға да үлгі болсын дейміз. Жалпы мен өз басым осындай басшылық қызметті де атқарып жүрген, үйінде бірге қатар ұстайтын, жетістікке жеткен нағыз пысық әйелдерді қатты құрметтеймін. Сол тізімге қазір сізді де қосып отырмын. Қарапайымдылығыңызды қатты бағаладым. Пысық емеспін. Көп рахмет сұхбатқа келіскеніңізге, ақпарат бергеніңізге. Енді қалай болғанда да болашақ бағдарламасымен білім алып жатқан қазіргі мамандар, білім алып келіп жатқан мамандар алдағы уақытта біздің еліміздің көркеуіне айтарлықтай үлкен үлес қосады деген сенімдемін. Әрине солай болсын, солай болады. Рахмет. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айжан Ильясқызы. Амандықта жүздесейік.